Облыста ең көп келеді қазақтар. Газетке бердім мен. Шетел қазақтар да болсын. Соның үшін Алматы облысына үлкен бейімдеу орталығын осы 1-2 жылдың ішінде сөзсіз жасап кеткен. Сонда жаңағы проблеманың барлығы жаңа бейімдеу орталығында шешіледі. Бейімдеу орталығы деген қалай болу керек дегенде өткенде. Содан кейін бейімдеу орталығын ашпай ерінен сөйлесін. Енді қалай оралманда қалай бейімдеу керек дегенде айнанып орыс сөйлету керек. Орыс сөз бүтін. енді оралмандарда бейімдеу деген проблема емес. Оралмандар бейімдемесең де бейімдеу деген қазақ. Дұрыс айтасыз. Ол қазақ. Өз тілін анық. Біз анық сөйлеп тұр. Керек болса төте жолына жазып жүру керек. Ол қазақ. Оны бейімдеу түк те қажет жоқ. Ол жеу деген сөз. Ол бір ақшаны шығарып, мен осыны бейімдейін дейді де, ол ақшаны жейді. Тұрсынбайлар қай жерге бейімдеу керек, Тұрсынбай бәріне жүр. Ал енді сол үшін ол ақша жеу керек емес. Ал енді проблеманы шешеміз десеңіз де сіздерге бір ақ ауызбен айтатын. Тек қана жабылып. Осы қасиетті шен балама Қытайдан келген қазақтардан бір 10 адамға 5 адамды алыңыз қасыңызға. Мына бүгінгідей пікір талас емес. Тек қана не жазу керек? Мынаны аламыз, президент атына жазайық. Міне осы мәселені президент атына біз жазып көрейік бірінші. Ол кісі не дейді? Міне базаралы үлкен мәселе көтеріп отыр көші-қон жөнінде. Жаңа Тұрсынбай аға айтып отыр, көші-қон жөніндегі заң болу керек. Бағалардың бәрі айтып отыр, заң болу керек, заң жоқ. Шығарған заң ол көші-қон заң емес. Оралман заң емес, көші-қон заң. Қайтып көшіріп келу керек, қайтып қайтарып жіберу керек деген.